Сіздер мен достар, бүгін біз ағылшын пәнінен екінші тапсырманы орындайтын боламыз. Біріншісі бізде Cozy and Bayan wanted to be together. Бұл жерде жақшаны ашып, яғни оны өткен шаққа қойып жазуымыз керек. Одан кейінгісі be деген сөз. Жақшаны ашып, біз оны өткен шақта жазуымыз керек. Жазсақ, Kodar was a very bad warrior. Яғни бұл жерде бізде be'дің өткен шақпен жазсақ, онда was болады. Келесі Bayan asked Kodar to get some water. Бұл жерде asked болады. Төртіншісі Cozy and Bayan's parents were friends. Яғни мына жерде біз was деп айттық. Яғни ол was деп, яғни біреуді айтамыз да, she's, his, ол деген, ол деп олға қолданамыз, яғни was. Ал weға, яғни бізге, біз дегенге, біз мына жердегі were дегенді қолданамыз. Were. Bayan to take a comb and a necklace on her journey. Алтыншысы Kodar died at the bottom of a well. Жетіншісі Cozy followed Bayan when Karabay took her away. Сегізіншісі Bayan cut her hair when Kodar climbed down the well. Егер ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.